Жапон қолбасшысын тұтқындауға дайындалып жатқан адам жасырын түрде тұтқында жатты. Ол нысанаға алып болғанда садақ жібі кенеттен үзіліп кетті. Оны қайта байлаған кезде басын көтеріп қатып қалды. Жапон капитаны Нью-Эрге мұқият қарап тұрды. Оны тауып алған. Бірнеше минут бұрын Нью-Эр қорқыныштан қашып кетуге тырысқан. Бірақ жапон сарбаздары ата-бабаларының және ауыл көсемінің басын іліп қойғанын көргенде ауылдастарының кегін алуға шешім қабылдады. Жапон сарбаздары Нью-Эрдің шашынан ұстап, ашық жерге сүйреп апарып, Нью-Эрдің тобында тағы кім бар екенін білуді талап етті. Алайда Нью-Эр жапон тілін түсінбеді және бірден жапон капитанына қатты шабуыл жасады. Бұл капитанды ашуландырды. Ол Нью-Эрдің мойнынан ұстап қана қоймай, оны жаңадан әскерге алынған сарбаздарды жаттықтыру үшін де пайдаланды. Жаңадан келгендер дірілдеп, найзаларын көтеріп, Нью-Эрге қарай шабуыл жасап, найзаны оның денесіне салды. Нью-Эр бірден қансырап жерге құлады. Содан кейін жапон капитаны біреудің басын қалай кесу керектігін көрсете бастады. Ол ұзын қылышын суырып алып, Нью-Эрдің мойнын сүртті. Дәл соққы берейін деп жатқанда Нью-Эр кенеттен күш жинап, қолындағы былғары бауларды босатып жіберді. Ол орнынан тұрып, жанындағы болат шанышқыны алып, көзін жұмып, жапондармен өлімге дейін шайқасуға дайын болып, оны қатты сермеді. Сол сәтте 8-ші жол армиясы дәл уақытында келді. Мылтық атылды, жапон сарбазы жерге құлады. Нью-Эр де гранатадан есінен танып қалды. Ол оянғанда 8-ші жол армиясы да жоқ болып кеткен еді. Нью-Эр барлық жерді іздеді, бірақ Джуэр еш жерден табылмады. Ол тауда жартылай ұйықтап жатты. Сол кезде Джуэр Нью-Эрді тапты. Ашулы Нью-Эр оны елемей қойды. Джуэр бірдеңе дұрыс істемеген бала сияқты Нью-Эрді басымен ұрды. Кейінірек Джуэр көп сүт шығарды. Бір күні Нью-Эр есіктен дыбыс естіді. Ол сыртқа шығып, баланы ұстап тұрған әйелді көрді. Ол сүттің иісін сезіп, аштан өліп бара жатқаны анық еді. Нью-Эр әйелге бір ыдыс сүт ұсынды. Әйел бір жұтым ішті, бірақ келесі сәтте оны балаға берді. Дәл сол кезде ыдыс әйелдің қолынан жұлынып алынды. Нью-Эр тез арада олардың соңынан еріп, 100-ден астам босқынның жиналғанын көрді. Нью-Эр олардың аш екеніне шыдай алмай, Джуэрдің сүтін барлығымен бөлісті. Бірақ бір күннен аз уақыт ішінде Джуэр шаршап, қаны тамшылап жатты. Нью-Эр оған аяушылық білдіріп, барлығын басқа жерден тамақ табуға шақырды. Осы кезде топтың ішіндегі дәрігер Джуэрдің ауруын емдей алатынын айтты. Екі тезірек дәрі әкеліңдер. Олар алысқа бармай жатып, арттарынан Джуэрдің азапты айқайын естіді. Нью-Эр бірдеңе дұрыс емес екенін сезіп, артқа қашуға бұрылды. Бірақ дәрігердің пышақпен қаруланған екі қолбасшысы оны жақындатпады. Олар Джуэрді өлтіріп, сиырды жегісі келді. Нью-Эр дәрменсіз еді және тек дәрменсіз қарап тұра алатын. Дәрігер Джуэрдің мұрнын кесіп тастады, ал Джуэр ауырсынудан секіріп тұрып, арқаннан босап қашып кетті. Нью-Эр қуаныштан қол шапалақтады. Екеуі ауыл бастығының үйінің екінші қабатына жетті. Ал дәрігер мен оның тобы оларды сыртта қорқытып бақылап тұрды. Жапондар ауылға кіргенде, ауыл бастығының ауласының сыртына көптеген миналар қойғанын білмеген. Нью-Эр оларды тез кетуге шақырды, бірақ әлгі адам тыңдамай, үлкен пышақпен басып кірді. Нью, мұнда тағы біреуі бар. Тезірек бол, тағы біреуін алуды жоспарлап отырған шығарсың. Дәрігер қатып қалып, артқа шегініп, минаға тап болды. Нью-Эр жапондарсызда өмірінің неге тыныш бола алмайтынын түсіне алмады. Нью-Эр Джуэрді алып тауда тұруды, ешқашан төмен түспеуді шешті. Содан кейін олар бір-біріне тәуелді болады. 7 жылдан кейін халық азаттық армиясы өтіп кетті. Нью-Эр таудан асығыс түсіп, 8-ші бағыт армиясы қалдырған хатты көтеріп келді. Ол бөлімшеден капитанды тапты. Сіз мұны сүт өсіріп жүргенде жаздыңыз. Басқалардың бәрі қайтыс болды. Ал мен мұның бәрін осы тауда жалғыз өсіріп келемін. Капитан жауынгерлік бөлімшенің командирі болғандықтан сиырларды Нью-Эрге беруді шешті. Кетпес бұрын, ол Нью-Эрдің өтінішін орындайтынына уәде беріп, оған 4 әріп жазды. Жердің екпіні қағазды аспанға ұшырды. Нью-Эр оқи алмады, сондықтан оны тек сезім арқылы ғана құрастыра алды. Содан бері екі өгіздің бағуы оның соңғы тыныштық орны болды.